Алда келе жатқан 50-ші обновадан кейін бізге Free Fire'дан жалпы көп деген өзгерістер болайын деп жатыр. Ал мен жалпы сол 53-ші обновада қандай заттар шығатын мен сендерге бүгінгі видеода көрсететін боламын. Ал сендер видео басламастан бұрын маған тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңдер. Ең әуелі ол заттарды көру үшін менің осы жерде жалпы профиліме кіресіңдер. Енді мен профилімді іздеу үшін ең әуелі осы жерде менің ID тұр, яғни 23 74 60 345. Тура осы ID-ді жалпы поисктан іздейсіңдер, және де осы жақтан менің список желанияма кіресіңдер. Өздерің көріп жатқандар жалпы біз бүгінгі видеода 21 заттың тізімін көрсетеміз. Өйткені біз алдыңғы видеоларда көп деген заттарды көрсеттік, ал бүгінге әзірге осы 21 зат. Ал ендеше бізге ең әуелі шығатын заттардың бірі әрине ол бізде верхмна зонтик дейді, яғни зонтиктің үстінде осылайынан жүретін жалпы анимация, эмоция, жалпы көбісі эмоция келеді. Типа осы эмоция сендер қосып қоясында бесконечный типа жүгіретін басып қойып, рейтинг, ранг, ультиматум кез келген жалпы өздеріңе ұнаған режимде жүре берсіндер болады. Енді бұл сабита қажетсізбесем бір бізге колесо фортунаға ма или джекпотта бір алмазға жатын бір затқа шығу керек, бірақ не болса да бұны тайни магазин немесе пропусктарға қоспайды. Өткен мына жерде жалпы ол өте мықты эмоциялардың бірі. Ендеше біздегі келесі көретін нәрсеміз әрине ол бізде дәл осындай рюкзак. Жалпы рюкзактың аты чудище дейді. Чудище морское. Жалпы бізде дәл осындай рюкзак. Енді бұл рюкзакты көріп тұрсыңдар. Жалпы өзіне 84 адам небәрі белгілеген. Өйткені бұл жалпы Free Fire'ның жаңалықтарына осыдан бір 2 күн или 1 күн бұрын ғана жалпы осы зат шығады деп жариялаған болатын. Бізде бұл рюкзак енді мықты рюкзак, өйткені бұда жалпы қарапайым рюкзак деуге болмайды. Өйткені бұда жалпы 1-ші, 2-ші, 3-ші уровень деген нәрсе жоқ. Типа 3 уровеньде бірдей. Ал ендеше біздегі келесі шығатын нәрселердің бірі әрине ол бізде лутбокс. Жалпы 8 битный клик дейді. Жалпы бұл Майнкрафтқа ма былай келетін сияқты. Типа Майнкрафтта қасқыр дей ма, құрсын сондай ма, қасқыр ма, ит па, либо хаски ит па, сондай бір бәле сияқты. Бірақ көбінесе жалпы итке көбірек ұқсайды. Келесі біздегі шығатын нәрсе әрине ол біздегі дәл осындай лутбокс. Объятия теней дейді. Жалпы көлеңке ма, құрсын мынау бас сүйекті жердің астынан көлеңке қолдар ұстап алған ба, сондай бір бәле тұр ғой. Енді бізде де тура осы зат шығады. Ал ендеше біздегі келесі көретініміз әрине ол бізде дәл осындай набор дейді. Полночный геймер дейді, яғни нағыз Free Fire ойыншыларына арналған набор. Енді бұл набордың жалпы үсті өте әдемі екен. Бізде фото осылай болады. Мынау аяқ киімі дейді. Маскасы жалпы пойдет, былай киюге нормально. И шапкасы маған ұнады, жалпы шапкасы өте әдемі. Типа біздегі кәдімгі ақшаш бар ғой, соған типа екі жана бет мүйіз қоссан, и шашын бүйтіп просто қараға боясаған сияқты. Бірақ сонда да әдемі жалпы бұл набор. Енді бұл набор мен так осылай екен. Пойдет. Келесі біздегі набор, короче, бізде дәл осы набор. Енді бұл набордың жалпы ойынға қоспау әзірге белгісіз, бірақ негізінде қосып қалу керек. Енді мына жақта жақынырақ көрсетпейді екен, типа алысырақ көрсет. Бізде Хайотаның басына келіп жатыр ма, сондай бір бәле. Бірақ әзірге белгісіз деген сияқты бір тұжырым болып жатыр бұда. Біздегі кезекті жалпы осындай қыздарға арналған дәл осындай жалпы басына киетін набор дей ма, или басы ғана осылай бола ма, осындай. Элегантный журавль дейді ғой. Сонда бұл қалай өп кетті өзім. Жалпы журавльға вообще ұқсамайды ғой, неге бұны вообще былай қойған атын. Бірақ енді өздері білер. Ну жарайды, біздегі кезекті нәрсеміз әрине ол бізде драконның аяқ киімі дейді. Бізде облака дракона дейді. Осындай бір аяқ киім сияқты ма, бір сондай бір бәле көріп. Бұл да бірақ бізге алда уақытта қосады. Және де бізге тук-тукқа жалпы өте ерекше бұрын соңды қайталанбаған скин. Жалпы велоришка дейді. Ошым 3 дөңгелекті велосипед дей ма, құрсын не деп айтатын. Ошым осындай бір зат. Енді бұл затты енді өздерің білетін жасындар. Жалпы Индиядан машинасының өзі баншы индийский машина, и мынау скинда примерно Индияларда
болатын жалпы скинсе де болады. Ал ендеше біздегі кезекті наборымыз, короче, тура осындай ұлдарға арналған набор. Бұлай набор менде өте керемет секілді. Бірақ маған мен байқаған бойынша бұның үсті мен поты бұлай маған ұнады енді. Так, аяп киімін көрейік. Бізде аяп киімде өте әдемі екен. Ал ендеше бізде очки, ну, пойдет, бірақ ондай қатты мықты емес, бірақ шашы пайди бұның бізге. Кәдімгі Орео деген персонаж бар ғой, вот содан алмайтшы. Мен қазір бит Орео бір көре салайық. Бізде Ореоның прическасын, так. Орео деген персонаж бар, неқта. От, міне. Ореоны көрді ма шашын? Тура сондай. Так, неқтан шығып кеді саламыз, қайт өзіміздің список желанияға барамыз. Так, бізге кезекті наборымыз, әрине бізге тура осында, яғни шығу белгісіз деген набордың бірі. Бұл небәрі 340 адам ғана белгілеген екен. Енді бұл набордың, енді үсті потына бөлек-бөлек кигенде, мына жақта сәл жақындат көрсіңдер болады, видеоны жақындат. Бірақ негізі үстіме потап пайдет. Аяп киіні бір бізде бір иньяниковатор болды, но типа тура соны аяп киіне ұқсатып істеген, яғни бір қитайский стиль ма или жапон стилінде дейма, сондай бір наборға ұқсайды. Так, шашы ондай қатты мықты емес бірақ. Так, біздегі кезекті наборымыз, жалпы бұлда 278 адам ғана жалпы лайк басып қойған екен. Бұның үсті маған өте қатты ұнады. Енді өздерің көрсіңдер, үсті өте мықты, әдемі, жалпы кез келген сетпен жарасып келеді. Ал потыда жалпы әдемі потыда. Жалпы анда SNS игроктарға өші әдемі кетеді, эдит түсіретіндерге, мощен типа анда SNS ойнап эдит түсіретіндер, вот соларға әдемі болады. Ал ендеше бізде аяпкен онша емес, шашы ондай қатты мықты емес, бірақ үстімен поты өте әдемі екен, жалпы SNS ойыншыларға арналған. Және де біздегі кезекті зат, әрине ол бізде дәл осындай дейді. Штаны розовый мечта дейді. Енді бұл пижама дейма, я үшін пижаманың поты бізге осы отқа дейін шыққаны бір 2-3 түсі шықты. Вот жолы осындай розовый суетін шығарған екен. Ну, бірақ ешқандай айырмашылық жоқ, көлемі барлығы турасында тек түсін ғана өзгерткен. Енді бізге бұл әлі шықпады. Ал ендеше бізде дәл осындай типа Майнкрафттың жалпы футболкасы дейді, 8 битный парень дейді. Қателеспесем бізде алдағы уақытта осы коллаборация болып қалады, өйткені өздерің көргендей мен сендерге мына жерде жаңағыдай питом типа лутбоксты көрсеттім. Мынау тура соның футболкасына жалпы келеді екен. Және де бізде, короче, дәл осындай куртка Sia Games дейді, жалпы дәл осындай куртка шығады, бірандай бір райдер дейді ме, тауышым ясыны, райдерлердің бір үстіне киетін жалпы футболкасына, футболка емес, ұзын және курткасы дейма, я сондайға келеді екен. Бірақ негізі әдемі, штаны аңғаласың, вообще четкі болады. Ал ендеше біздегі әрине дәл осындай дейді, бізде стена вызрыв света дейді, яғни бас жектің сурет тұрады, енінде жаттың бір бойы краскіма төтіп саған үшін. Сондай, бірақ тематика стенка болғанымен өте, былай стиль өте әдемі. Ну, алға оғанда типа ağzına басып, артынан осындай. Енді арты онша емес екен, но бұл алда әдемі өте. Ал ендеше біздегі жалпы наборлардың бірі, әрине ол бізде тура осының набор, үсті жалпы өтжандай бір сәл нет құрсыныш деп айтады мынаны. В общем, сондай бір американ киноларында болады ғой, примерно сондай сияқты келеді екен. И потонда пойдет. Аяп кино онша емес, бірақ и шашы бай прикольный, типа былайынан татуировка салдырып алған, бүйтіп бассарына осай. Ну, прикольно. Бірақ набор әдемі. Набор миксер өте әдемі. Және де бізде ең соңғысы осындай бізде жалпы FF Indobers атума, общем, сондай бір түсініксіз бір футболка шығады. Енді бізге шықпаған, бұл мүмкін басқа региондарға шыққан шығар. Так, біз так не көрмедік, мына өтпеттік біз, бәсе. Короче, бізге дәл осындай футболка емес қана, ұзын болып тұрғаны, куртка сияқты бір бәле оған, футболка Big Bro дейді ғой. Яғни үлкен досым дей ма, құрсын, не деп айтады? Бро деген енді бір досым деген сияқты мағынан білдіреді бізде енді. Алда TMBB деп қойды. Big Bro дегенде, типа, бұрындағы Free Fire деген FF деген сияқты, мәлеті Big Bro деген BB деп қойды екен, Ну, осыны зат шығады екен бізге. Жалпы ұлдарға арналған бұл. Жоқ, ұлдарға емес, қыздарға да, ұлдарға да, қыздарға да жалпы алмастырып кей беруге болады, өздерің көріп тұрсыңдар,
Біздегі кезекті жалпы осындай бізде бір набор шығады. Мак полный луна дейді. Енді бұл набордың так оригиналын өздерің білесіңдер, қандай екенін. Бізде көк күмбек па, ақ пен көк араласқан ба сондай. Ал мынау золотистімен бір қара свет араласқан еще бұда өздерің көрсеңдер, мына жақтарына типа жарқырап тұрады екен, типа жұлдыз сияқты дей ма. Бірақ негізі бұрынғы олд неге қарағанда эффектісі әдемі, былайынша жасаған светтері өте керемет. Енді сендерге жалпы бұрынғы ұнай ма, или осы ұнай ма? Давайте комментке жазып кетейік. Ал ендеше өздерің бүгінгі видеода көрдіңдер, бізде жалпы алда келе жатқан 53 обновадан кейін осындай заттар шығады. Ал сендерге бүгінгі видеода қандай заттар ұнады, соны осы видеоның комментіне жазып кетіңдер. Және де мен білмейтін тағы да қандай заттар шығады деп ойлайсыңдар.